17 жылдан бері пайда болды. Сол жылдан бері мен жүрек соғады, қатты соғады. Народный центральный больницада жатқам, үлкен больницада тексеру үшін бірінші. Тексерді, андай велосипедтерге мінгізіп нелер бар ғой. Соның үстіне де не қылып көрді, еш неге таппады. 10 жыл болды ғой мінекей, 10 жылдан. Енді осы кездері мінекей жиіліп кетті. Бахадыр Метті, оны қызым интернеттен тауып, не қылып, іздеп, сөйтіп тауып, осы больницаға сол қызым арқылы келіп отырмын. Осыған дауа табыла ма екен жүрекке деп. Әр мына арқа қосылып ауырады да, арқа. Арқам 3-4 жыл болды. Сол точка бұл Таразға жейін барып келгем, емдеді. Сол жер қоймайды арқам. Соған барсаң емделесін жақсы деп жаңағыдай қылып не бергеннен кейін қызым осыған жіберді, әкелді бала. Соның себебімен енді 4 күн болды. Аллаға шүкір, 2 күннен бері ауырғаным жоқ, жақсымын. Бүгін аздап енді не қылып жатырмын, өзіме келіп жатырмын. Алып жатқан капельницаларымда қайта тәсір етеді маған. Беріп жатыр. Кеше неге ЭКГ-ге түстім. Бүгін кардиограммама, жүректікі. Соған түсірді. Соған енді жақсы азымыз ақауы бар жүрегіңде деп тапты енді оны. Соған енді ем жасаймыз, ем жазып берем деп жатыр врач. Оған да шүкір, былай диагнозын қойып, маған осындай келуге кеңес берем. Енді үлкен кісілерім бар, көрші қолаңым бар. Көбісі осындай неден аяқ ауруда, бел ауруда, арқа аурудан көп екен, ауырып жүрген кісі. Жалғыз мен емес екен. Олар да соған ем тапсам барармын деп өткендер бар. Құда қаласа ескендер келер. Бәрі шындығын айтып отырмын ғой мінекей.